Осы Стамбулға көшпелім деп еш уақытта ойламаған екенмін. Осы елдер сияқты армандап, визуализация жасап, ондай нәрсе болған емес менде. 2 жыл бұрын Стамбулда медреселер бар деп естіп, сол сәтте балаларымды оқытуға осы жерге алып келемін деп шешім қабылдап, сол сәттен бастап өмірім бүкіл өзгере бастады. 2 айда бәрін сатып, бір сәтте ғана көзім ашып жұмғандай бәрі артта қалып кетті. Негізі мен үлкен отбасынан шыққанмын. Біз 9 ағайындымыз, 9 бауырымыз. Мен екіншісі болғанмен інілерім үлкен әпкесіндей көрді. Аллаға мыңда бір шүкір. Әкемнің үй шаруасында, саудасында кішкентайымнан көмекші болып келдім. Үлкейгеннен кейін әр салада оқып, неше түрлі дипломдар, сертификаттардың иесі болдым. Бірақ тек саудада ғана береке бар екенін көрдім. Осы сауданың арқасында қолымда 4 балаларыма үй соғып, осы уақытқа шейін балаларымды Аллаға мыңда бір шүкір жетектеп келемін. Қазіргі уақытқа дейінгі жинаған үлкен тәжірибеме Аллаға сансыз шүкір етіп, сауданың адал жолдарымен бөлісіп, сіздермен Түркия елінде товарный бизнеспен айналысамын, сіздерге пайдалы боламын деп ойлаймын.